Рахмет. Байқайсыңдар ма? Қазақтың кейбір жігіттері бар ғой, майталанып кеткенше. Аңдығаны өсек, әңгіме, біреудің өмірін айтып ше. Мысалы, кеше бір жігіт бағдарламаға барып отыр да. Өзінің әп-әдемі келіншегімен қалай ажырасқанын айтып, соны жамандап. Көрдім, ана бағдарламадағы бала ма? Енді ол жерде ол жігіттікі де дұрыс сияқты бір жағынан. Өйткені әйел дұрыс жасамағанда, ойлашы, екеуі үйленген кезде әйелі мақырға не сұраған десе, 2 бөлмелі квартира сұраған. 2 бөлмелі квартира? Біреу самолет сұрайды, біреу Гелендваген сұрайды. Не әже дос, байға деген рахмет. Қарса, ең патологы, екеуі үйленген екен, ажыраспаймын енді. Ажырасатыңызды баяғы мақырдың 2 бөлмелі квартираны бермедім дегенде, сөйткенде орнына 20 миллион теңгесіне кетіп қалған ғой. Қыз әкетіп қалған. Қыз әкетіп қалған. Еще өзінің ақшасы мен келген. Біреудің ақшасы болған, Қытайдан тауар алдыртам деп отқан сол ақшаны. Сөйткенде енді ана қыз 20 миллион әкетіп қалған екен, амал жоқ, ақша табу керек, қазір Яндекстен таксовать етіп жүр дейді. Мүлде вообще ақымақ екен бала онда ше. Ақымақ болғанда енді амал жоқ, ажырасу керек болады ғой, енді не істейсің басқа? Ажырасқанын айтып жатқан жоқ, Яндекске жұмыс істеп жүрген айтып жатырмын да. Енді Яндексте істеу керек қой, енді ол ақша табу керек қой. Өзіміздің отандық өнім төлем деген бар емес па? Соны тартып алып таксовать етпей ма? Жаңа ажырасқан емес, не ма? Мысалы, Яндекске ана бала ше 17% береді таксовать еткен үшін. Сондай төлейсің ғой Яндексте. О, Россияға кетеді. Төлемде 7%. 7? Таксимен жүретіндерге де өте қолайлы істеп қойған оны ше. Отандық өнім. Сен мысалы қанша жүресің? Бүгін 5 мың теңге жарады мысалы. 5 мың теңге көрдің ба? Ал төлемде мысалы әр 500 теңгеге 50 теңге хешбек беріп отырады да. Ол жинала береді. Ертең ақшаң болмай қалған кезде сол хешбек арқылы жүре берсең болады. Кәдімгі Қазақстан өзіміздің өнім ба? Өзіміздің қазір Чимкентте қолданылып жатыр. Енді бүкіл Қазақстанға тарайды деп отыр. Қолдауымыз керек та просто. Сен сол төлеммен жүрсің ба қазір сонда? Оны мен соны қолданамын ше. 900 бар. Зекір шақыршы ал. Болды қазір. 3 минут тегілі. Негізі жаңа жігіттігі де дұрыс емес қой. Қаяқтың дұрыс емес, үйіне кесе, бөтен еркек жүр дейді. Домовой шығар мүмкін. Домовой емес, қандай домовой? Тісі ауырып шақырған ғой. Сен тісің ауырса домовой шақырасың ба не? Қойшы. Кел. Зекір келіп тұр ғой, Көрсін, айту. Зекір ма? Кім деп тұрсың төлемді? Сендер бастарын жасай ма? Не қаздан қуырсыңдар? Кім рұқсат берді сендер далаға шығуға? Әскерде жүр. Мына өліп қалса мен кетемін ғой жұмыстан, түсіндің ба? Короче, тайыңдар. Жолдас командир, военный билет бермейсіз ба бізге, екеумізге? Қандай билет? Билет түгіл формада жоқ сендерге, түсіндің ба? Келсек та? Кеттіңдерші. Су. Су? Саған су ішуге болмайды аузыңмен ше. Системамен райықтан да, Онда не қышы? Кола берші, кола. Кола? Кола. Кока-кола? Кока-кола. Давай, қазір. Кола. Кола. Қазір, бауырым күте тұр. Кока-кола. Кока-кола. Кетіп отыр ма? Ойбай, коланың дәмі саған қапты. Жақсы бір палау болғанда, палау жібере алмайсың ба? Палау өтпейді ғой мұнан жігішке бауыр. Манты, нарын жеу керек еді. Саламатсыз ба? Бізде Орынхан Мансар деген кім? Мен ғой Орынхан Мансар, мен ғой тиштік па? Саламатсыз ба? Сізде барлығы жақсы, қайта берсеңіз болады. Дәрігер қайта бергенде сен ал. Оқтың орнына әлі ауырып жатыр ғой, ол жазылмады деймін. Ойбай, жаным, ай. Сіз қалай түсінбейсіз? Оқ сізге тимеген, тек қана жалап өткен. Қайтыңыз енді, онсыз да неше күн жаттыңыз? Жалап өткен дейсіз ба? Қай жерім жалап өткен ол? Дәрігер жаман орын қайтасыз ба, қайтпайсыз ба? Қайтам. Бір-екі күн беріңізші өтініш. Тамақ жақсы екен да. Охрана! Бопте, қайтамыз. Бопте, қайтамыз. Қойшы, әлдағандай қылмашы. Бұларға ақша берсең, адамсың, ақша бермесең, малсың да. Сурып сана, басында инесте жүрген.
Коланы абалай. Қоланы абал. Абалай қанда. Қайтайық. Коланы абалай. Чигметке қайтайық, құрсын. Чигметке барып, Чигметте жүрмейміз бе? Иә. Құрсын, кеттік. Ана шлёпка киіп алсай. Мынау ма? Өшір шлёпкасы. Әлі дағандай болып қалды ғой. Охрана деп. Свет дегенді өшіріп жүрмей ме екен, күйеу балдар деген. Қанат? Не істеп отырсың? Как албаса şimdi. Жаңа бізден бірге іше алмадың ба? Бір өзіңнен ұры адамдар сияқты бүйтіп жүрсің. Жаман ыңғайсызданып жүрмін. Кімнен ыңғайсызсың, Қанат? Мамаңнан ыңғайсыз. Өзің үйің сияқты жүре берсей. Құр өзін жібермей, шай демдеп қойып едім, апамның шай демдеп қойып едім ғой. Керек емес. Шешеңнің шайы ол. Бәле қаларым тағы да. Шешемнің шайы емес, апамның шайы бұл. Ішінде қасығы бар, міне осымен. Қоза. Қисай. Алдап қоярсың айтып жүрмін. Ой, ештеңе де алдап жатқан жоқ. Беймалал өзіңнің үйің сияқты жүре берші. Шешем саған ештеңе демейді. Шым қаламның иісі ай. Осы иісті сағындым ғой мен. Несін сағындың бұл үшін? Жан-жағын бәрі завод, сол баяғы көк түтін ғой сол. Бауырым, сен қателесесің. Бұл қаланың иісі кейбір қыздардың арынан таза ғой. Я, мына сөзіңді бар ғой. Жазып ойыншы. Бұл ручка бараққасы жазатын сөз емес қой. Бұл кәдімгі татуировка қылып салдырып алатын сөздер ғой денеге. Иығыңа, арқаңа. Қой, татуировка артық ау бауырым. Ой, артық түгі жоқ, талай балдар салдырып алды ме армияда. Баяғына СССР деген сөз бар ғой. Мына жерге жазып. Менің сөзім ғой соның бәрі. Не маған да береді ал? Сағындым Ситорамды Саржайлаудағы расымен деген сөз ғой ол. Ситора деген қыз ғашық болып содан шыққан ғой оның бәрі. Вот. Ана қараш. Таза армиядан келгенде күтіп алады да, қараш. Күшті күтіп алады оларды ше. Біздің тұрысымыз мынау. Түрмеден келген адам сап тұр қой. Армиядан емес түрмеден шыққан сияқтымыз ба? Шашын бойкаға келіп тұр ма қалай? Бойкасын осы бой. Бойка емес қой, бойка. Достары көп екен, е? Достары көп екен. Бізде дос та қалмапты ғой. Енді бұл өмірдің өзі жалған ғой Ерболат. Сол үшін бәрін жалған істеуіміз керек қой біз. Не істейміз? Айтсай, не істейміз? Алло, я, қалайсыңдар? Жағдайларың жақсы ма? Аман есенсіңдер ме? Ой, жандарым. Ай, не дейді? Келе жатырсыңдар ма? Келіп қалдыңдар ма? Ой, ай, тұңдар. Қайныларың армиядан келіп қалыпты уже. Келіп қалыпты. Мансарлар ма? Иә, армиядан келіп жатыр екен. Кеткені кеше емес пе? Ай, кеше кетсе бүгін келеді. Не болды? Өзінің үйіне келіп жатыр ғой. Тұра ғой да, продукталар әкеле ғой. Бар. Менің балдарым армиядан келе жатыр екен. Тұр. Балдарым Онда тамақ жеп аласың отырып, аспай. Ой, содан кейін жей береді ғой, балдарымды күтіп алайық та бірінші. Тамақ ішіп аласың, отыра берсің тамақ ішіп. Ой, тамақты кейін де іше береді. Бар, тамағын ішесің кейін де. Кейін де ішесің. Бар. Демдеп қойдық қой, ішіп отыр. Менің балдарымды. Кейін іше саламыз. Ай, балдарым не жейді қазір келген соң? Ойбай. Ой, бұрыш, немене? Қайрағым келе жатыр армиядан. Құдай-ай, армиядан келе жатыр менің балдарым. Ана екеуі кесе, мен мына үйде тұрып жатқанымды айтпа. Інім, мына военный билеттің өтірік екен,
Үшеумізден басқа жан баласы білмеу керек, түсіндің ба? Шырқаған сайын әуенімен еске алам, сапарымнан көтіп отыр мен анам, аман есен оралсын деп тез балам. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, сапарымнан көтіп отыр мен анам, аман есен оралсын деп тез балам. Шешесінде де ми жоққаннан соң күтіп алып жатқан. Атымен алысып, аяулымен жарысып, баратқан, балтасын келатқан, кетпен дақ болған ұқсап келеді ғой. Не сәнім ба, айтшы. Қымбатты анашым, сіздің әскерге кеткен екі ұлыңыз аман есен алдыңызға оралды. Отан алдында борышын аман есен атқарып келді. Қазақстан Республикасына адал қызмет етуге ант етеміз. Анашым, сізді сағынған екі ұлыңызды сізді құшақтауға рұқсат етіңіз. Рұқсат етемін. Менің атам соғыстан келетін кезде үйге бір өзі келіп ешкімге етпей тып-тыныш қорылдап ұйықтап жатқан. Кеткені 40 күн болады сен алардың ше? Let's go, let's go! Let's go қазақ жігіттері, жабан беру, шансың халық үміттері, the небеса, терберексің көк байрағым, everybody, bye деп қоясың. Мамамыздың тамағын сағындық бар ғой. Сіздің тамағыңызға жетпейді екен мама, ойбай. Ай, бұл доставка дегеннің тамағы. Бистро әкелетін тамақ. Доставка ма? Доставка. Сіздің доставкаңыздың өзі әдемі ғой мама. Баяғыда бір ғұламадан сұраған ғой. Ең мықты доставка қандай десе, анаңның берген доставкасы деген. Сіздің доставкаңыздың өзі әдемі ғой мама. Ана деген осы ғой. Сендер доставкадан әкел. Шарық ана десек те осы кісіге қарыздармыз бәрімізде. Дұрыс айтасың я. Сөзің жаны бар. Менің ана туралы демекші, ана туралы. Қызым бар еді, ана тақпақ жаттап жүрген. Қызым келе ғой жаным, келе ғой. Жаным. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Мен қызым ғой, мен қызым. Мұқағали Мақатаев. Шеше, сен бақыттысың жыламағын. Шеше, сен бақыттысың жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріне мен едің ғой сұрағанын, сондықтан жыламағын. Ана шешесіне ренжіп қалған ба? Сол нормально да шешесі сөйтіп. Кінеге айтқан сияқтысыздар ғой маған? Нормально. Образ ғой енді, образ. Мынандай болсын. Мен өзім военный адаммын. Сондықтан жақсы білем. Әке военный билеттерін көрімдік беріп жіберейік, көрімдік беріп жіберейік. Жоқ, ақша бар. Отан алдына борыштарын өтеп келіп жатыр, Жоқ, керек емес. Соны түсінемін мен, әке. Ақшамыз бар ақша. Әкел, жер, әкел. Машина емес, қол көріндік беретін. Соны әкел. Машина зор нәрсе бұл, әкел. Әкел, беріңдер, салсын. Әкел. Я бісміллә гәні. Керемет қой. Мен кейбір ақша болғанда беремін. Есқараға берсеңіз жездеме, ол кісі салады. Тоқта. Мен түсінбедім мұнаны ше. Оның несін көресіз, берсеңіз шана жақ. Өтірік қой мынау. Военный билеттерің өтірік дейді ғой? Шын, қазір сөйтіп шығып жатыр оригиналдар. Жұқа қағазды не қылуға, экономдап жатыр. Тоқаевтың жарлығы тұр ғой сол жерде. Мен военный адам. 20 жыл болды істеп келе жатқан. 20 жыл болды. Сосын мен бір ырза болғам ше. 20 жыл болып істеп мен подполковникпін да. Мыналар 40 күнге барып түсінбеймін капитан алып келгеніне. Сосын екеуінде екі форма қарасаңызшы. Жоқ, мен түсінбеймін. 6 ай служба жүрсек сендер құдай қаласа генерал болып Айуан, әні арттарың ашылды. Әкеше, сен білмейсің ау, берші әкелейін. Алдап, ұялмайсыңдар ма, ақ жауыпта аналарыңды үйтіп алдап келгенше, намыссыздар. Жездуха, сен айтпай-ақ қойшы намыссыз деп. Мына жерде таза намыссыз сен шығасың. Намысың болса енең қолында күшікке болып тұратын бе едің? Тыныш отырмаса нең бар? Намысына тидің ғой. Сонша халықтың ұялмайсың ба? Ой, қойшы. Қаяқтың намысы бұ да. Намысы болса ана белгіні алып өзі тығып алып еді, мойындана қыт-қыт қытсып. Ой, қойшай, тығамай. Абағаның қазір, қолына шықпейді не бар десе. Тығамайсың, ей. Тығамайды. Ең болмаса тықпаса да әйтеуір столды бір шығып кететін жер ғой сыртқа қарай. Бәсе. Бұл баяғы тойға шығатын лимузиндер сияқты ғой, бұл түкке пайдасы жоқ бұның. Үйдің жанында тұрады болды. Не болды сонша намысына адамдардың көзінше?
Сен келсең осы үйде ұрыс болатын ем. Ойбай, жүрегім ай. Жездоға, сен айтпай ақ қойшы намыссызды. Мына жерде таза намыссыз сен шығасың. Намысың болса енең қолында күшікке болып тұратын бе едің? Ой, қойшы. Қаяқтың намысы бұл да. Намысы болса ана белгіні алып өзі тығып алып еді да мойнында да қыц. Күшікке дейді ма? Столын төңкеріп жібермей керек. Аяғың тартшы. Аяқсыз барабыз. Ей. Қанат. Қалай жағдай, амансың ба? Шарып. Қалайсың? Жақсы, Шарып қалай? Шүкір. Не алып жүрсің? Сен не алып жүрсің? Жұмыс қой көріп тұрсың ғой. Осы ғой жұмыста. Күніге. Төреғали бәріміз біргеміз. Ақшаны сыпырмадың десей? Ей, болады әйтеуір. Жастар білесің ғой қазір. Жан-жақсы шашылатын мұсыр бәрі. Дұрыс. Мал тастама ана. Алса ана мұсырыңды. Осы ғой жастардікі. Шашат төгет. Қалай өзің? Не настроениең нәскиге түсіп кетті ғой. Настып. Бәрі жақсы ма әйтеуір? Тыныштық па? Не болды? Қиналып кеттім, Шарып. Неден қиналып жүрсің? Болмай кетті. Не болмай кетті? Өмірде ең қиын, білесің бе не екен? Өмірде ең қиын дейсің ба? Енеңмен бірге тұру шығар? Мен сонымен бірге тұрып жатырмын ғой. Қой, ей, ойнап айта салма оны, ренжімеші. Қанатжан. Алды екі дос бала. Өлген нәрсе, тыныштық қалай? Өлем. Бұл жерде өле алмайсың, тізеңнен келеді су. Жандабай, өлген нәрсе. Қайырды тереңі қайырды. Қойшы, жүріп кет, ақылдасамыз, сөйлесеміз, сырласамыз жүріп. Болмай кетті, Шарып. Жүрші. Не болды, балдыз? Қай жерің ауырып отыр? Жүрегім. Бақытым өзің деп білемін. Жүрегім. Ай, Жүрегім. балдызым өзің деп білемін. Кепірбек. Қойшы. Ой, кеш, бал. Азар, Ерболат. Вообще не болды? Дәрімді әкеп бердіңіз, дәрім. Қандай дәрі ішетін білдің бе? Мама. Бізге ренжіп қалдыңыз ба, мама? Қойшы. Ренжіп қалдыңыз ба? Жұрттың балдары сияқты армиядан келеді, жұмыс жасайды. Ертең туылған күнімді дүркіретіп жасап береді деген ойда едім. Мынау сендердің жасап отырғандарың. Мама, олар бізді көре алмайды ғой, білесіз ғой, әулетімізбен. Шын военный береді, мама, өтірік айтпаймыз ғой біз сізге. Көндірші. Туған күніңізді өзіңіз істеп береміз, мама, құдай қаласа ше. Шынымен уәде беремін. Ақша тауып Ероме келіп, жүрші Ероме. Мама, ренжімеймеңіз, болды, мама. Ақша тауып әкелеміз, мама. Туған күніңізді өзіміз жасап береміз. Жүрші. Уайымдамаңыз. Азар, Ербол, қайда кеттіңдер? Ақша тауып келеміз. Тоқтаңдар. Қанат, бірге іздейікші, тоқтаңдаршы. Ойбай. Мұқағали Мақатаев. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен балдар еді ғой сұрағаның. Кетті да қалды ал, не болды ал? Қанатжан болмаса, менің үйімде тұрсайшы, менімен бірге. Рахмет, Шарып. Біреудің үйінде тұрып ше, ағырым шығып кетті, Шарып. Болмайды екен. Кетіп қалғым келіп жүр, Жапан далаға, ешкім көрмейтін жер. Ауырмыз ғой деп айтып жатырмын да. Ауыр барда бақытсызбын дей көрме. Шақырған жерге бармаймын дей берме. Мен де күніге шақырып жатқан жоқпын ғой. Сен үйтіп көп, жей берме. Нем жей берме дейсің? Шай ішші, суық қалады шай. Қам жеме деп жатырмын да. Ішпеймін. Настроен болмайды, жей берме анамына деп. Білесің бе қанат? Ертеде бір хан болған екен. Бір күні хан уәзірлеріне ең сұлу қыздарды сарайға жинауын бұйырады. Ханның сөзін екетпеген уәзірлер барлық қыздарды сарайға жинайды. Хан сол қыздардың арасынан бір хас сұлу қызды ұнатады.
Сұраса келе жаңағы қыз. Сұраса келе жаңағы қыз қарапайым қыстақтың қызы болады. Сонымен ұнатқан адам ғашық болып барады. Хан сол қызды сұрастыра келе құда түсуді жөн көреді. Сөйтсе қыз қарапайым қыстақтың қызы екен. Қарт шалдың қолында тұрады. Жаңағы қыз жалғыз бір қарт шалдың қызы. Қызын сұрайды, қолын сұрайды, құда түскісі келеді. Ханның жаңағы болашақ атасының бір шарты болады. Егер қызыңды алғың келсе, менің шартымды орында дейді. Жаңағы шалдың шарты менің қызыммен бірге бір үйде тұрасың дейді, менімен бірге. Хан оған ғашық болғандан кейін келсе, ал оны естіген халық ханға қатты наразыланады. Наразы болған халық ханды өлтіргісі келеді. Сорпа ішесің ба, Қанат? Сөйтіп хан бақытты ғұмыр кешеді. Іш, сорпа. Кептардың сорпасы зор болады, ыстықта іші керек та. Ан жоқ па? Нан. Іше берсей бұлай. Ассалаумағалейкум. Жақсысыздар ма? Шәріп? Не істеп жүрсің? Осы жақтамыз ғой. Көрінбей кетті ғой. Қалай ерім, амансыз ба? Жақсы. Мен зор болса ау? Өзім зор оқып тұр. Яқып кетіңдер. Бізге өкпелеп қалдың ба, Қанат? Мына қайныларың сенен кешірім сұрауға келіп отыр. Қой, кешірім ме? Мұнда өліп қалсам да кешірім сұрамайын ба? Ya keşirimden götürün tık koyunlar mısınız? Keşirimlerinizi elimiz. Қанат болмаса сен сұрайсайшы кешірім. Мен не сұрайын? Сұрайсың. Өзім кептардың сорпасын ішіп өтіп, бұлардың кешірім сұрайды екен мен? Сұрамайын. Мақұл. Бұда ми жоқ. Бірінші мен ақ кешірім сұрайшы. Кешірдің ба? Ми жоқ, бұны айтып отырмын ғой. Қайта бұны жасы үлкен ғой. Бірінші кешірім сұрап сауапқа бөленсін, жәннатқа кірсін деген ойым ғой, айтыр. Ондай бар ма не? Айтпайсың ба онда баста? Бірден жәннат деп айтсаңдар мен кешірім сұрайды деймін ғой. Сен негізі ренжитін жөнің жоқ, Жездуха. Айтсақ ренжиді, жұмыс жоқ айтшы. Қалтасында көк тиыны жоқ. Бір жұмыс істейін демейді. Негізі бұлай бір нәрсе армандайсың ба, Жездуха? Арман көп қой менде. Мысалға мен полиция болам, ер болады сен? Мен де полиция болам деген. Или айжамалап ішем жанында жүре берем деп армандадың ба? Сен не арман? Арманды айтсың ба? Арманды орындайтын адам ұқсап екеуің. Сен бірінші Мені айтсай. мазақ қылғаннан басқа не істейсің? Мен абыройым түсіргеннен басқа не істейсің десеңдер? Арман айтасың сен? Ой, қайша айтасыз айтады, не білейінші. Мен бір арманымды орындайтын адам ұқсап. Енді қолдан келгенше көмектесеміз ғой енді. Қой, көмектерің, рахмет, айналайын. Өздерің жарыл қалыңдар. Айтсай, арманын айтсай. Сұрап отыр, бәрі сұрап отыр. Сендер күліп кетесіңдер ғой, арманды айтсай. Күлмейміз, Мазақ көмектесеміз. қылуға прозорсыңдар ғой, әйтеуір. Актер болғым қойын емес, кішкене кезімде. Орындайсыңдар ма? Не гülüyorsun? Mazak kılgak beldim ben alarda. Mazak. Таза мазға ғой. Abroyumda түсіргеннен басқа ештеңе білмейді ғой. Актер болам дейді ғой. Болам, күні болам мен. Актер болып спектакль ойнаған ғой. Мен ойна, қандай спектакль ойна, көрмегесін ой. Көрген мен. Суреттерге Жігіт Сұлтанда қатысқан бұл баяғыда. Бірақ қызық болатын сияқты. Ана шөп кетшарлардың өмірі кімге қызық мысалы? Үйі бар, ақшасы бар, машинасы бар, ол кімге қызық? Көк тиыны жоқ. Мынаның өмірін түсірейік та? Бейшара постоянно қиналып өп жүреді. Халыққа қызық қой қарапайым. Қызық қой шын. Алматыға барайық. Спонсор, продюсер табайық та, кино түсірейік. Қоя алмай қойсам, байып кетейік та? Иә? Сен ақша табасың? Шынымен айтып жатсыңдар. Ой, серьезно. Сен актер ақша табасың, 4-ке бөліп отырасың ақшаңды. Онда. Сразу айтып қоямын деймін, болмай ма? Ой, көтек мұны ақша таппай атып болмайым дейді ғой, соғырлы. Қой шей. Сен келсең, азын альфард. Көп бермеймін бірақ, шотал, не съемкадан кейін беріп отырамын. Онда азында шығып кетейік, альфардпен. Бірақ ақша жоқ та оған. Менде машина бар. Бірақ ше, ақшаны 5-ке бөліп отырсаңдаршы. 5-тен.
Şarkı. Sıgılın tın sıgılın tın tın sıgılın tın sıgılın tın tın.